Бәріне сәлем, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Бүгін біз экономикалық қылмыстар бойынша әлсіз буын туралы сөйлесетін боламыз. Лайк басып менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Экономикалық істер бойынша қорғаныстың әлсіз буыны компания қызметкерлері болып табылады. Өйткені жауап алу бірінші солардан басталады. Оларды жүргізу барысында негізгі шешімдерді директордан басқа кім қабылдайтыны, олар қалай қабылданатыны, кімнің қандай қызметтік функциялары бар екені, куәгерлердің келісімшарт туралы не білетін, оның орындалмауы сот тергеуіне себеп болғаны белгілі болады. Сондықтан куәгерге жауап алуға заң көмегін көрсету туралы келісімін болатын адвокатпен бірге барғаны дұрыс. Сотта куәгерлердің 10-12 сағат бойы адвокатсыз тергеушімен бірге сусыз, тамақсыз, дәретханасыз отырдық және соңында хаттаманы оқымай-ақ жай ғана қашып құтылу үшін қол қойдық деп айтып жатқандарын көріп жүрміз. Онда бұл куәгер айтқандай жазылмаған. Сосын олар тергеушіні сотқа шақырады, ал прокурор оған куәгерге қысым көрсеттіңіз бе деп сұрақ қойғанда тергеуші әрине жоқ деп жауап береді. Ал сот өз кезегінде тергеушіге сеніп айыптау үкім шығарады. Сондықтан егер сіз адвокаттарға уақытында жүгінсеңіз, істің мұндай нәтижеге шығуына мүмкін бермеуге мүмкіндік болады. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Мен бизнесті қорғауға маманданамын. Егер тақырып бойынша сұрақтар болса, түсініктемелерде жазыңыздар, мүмкіндігінше жауап беремін. Келесі бейнероликте кездескенше лайк басып менің YouTube каналыма жазылыңыздар.